Баршаңызға сәлем достар, каналыма қош келіпсіздер. Бүгін сіздермен бірге осындай әдемі, дәмді мини лепешкалар жасайтын боламыз. Жылы сүтімізге тұз, ашытқы, сұйық май және де жұмыртқамызды саламыз. Сосын електен өткізілген ұнымызды салып, жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды орап, жылы жерге 1 сағатқа қалдырамыз. Міне біздің қамырымыз ашыды. Оны қолымызды майлап, кішкене күлшелерге бөліп шығамыз. Достар, менің рецептерім ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария бөлімінде өз пікірлеріңізді қалдырып кетіңіздер. Міне осылай видеода көрсетілген сияқты жасап шығамыз. Бетіне жұмыртқа жағып, күнжіт себеміз. Нанымызды қызып тұрған пеште екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Міне біздің нандарымыз дайын болды, өте дәмді, әдемі болып шықты. Ас атасы нан деген екен, дана халқымыз, нанымыз дастарханымыздан үзілмесін. Осындай дәмді қып-қызыл нандарымызды дүкенге жүгірмей-ақ, үй жағдайында менің рецебіммен жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін болғандарыңыз үшін рахмет.